Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Наполеон тортының рецептісімен бөліскім келеді. Дәмі өте керемет, дәмді болып шығады, өте нәзік. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Ал бірге бастайық. Ең алдымен ыдысқа ұнды салып аламыз. Үстінен тоңазытқыштан шыққан салқын сары майды алып, үккіштен өткіземіз. Арасында ұнға батырып отыру қажет, себебі сары май тез еріп, ыңғайсыз болып кетеді жасауға. Сондықтан осылай арасында ұнға батырып, араластырып отырамыз. Барлығын өткізіп болғаннан соң қолымызбен сары май мен ұнды біріктіреміз. Ал енді салқын тоңазытқыштан шыққан суға тұзды саламыз. Және де жұмыртқаны жарамыз. Одан соң лимон шырынын құямыз. Егерде лимон шырыны жоқ болса, оны уксусқа алмастыруға болады. Ал енді осы 4 затты біріктіріп, араластырып аламыз. Және де ұнға аз-аздан салып, бір келкі етіп, қамырымызды дайындап, илеп алатын боламыз. Қамыр бізде қолға жабысатын болып шығады. Одан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Ұнымыздың барлығы осылай араласып болғаннан соң пакетімізге салып аламыз. Және де осылай жайып, қолымызбен кейін кескен кезде ыңғайлы болу үшін дайындап, тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Міне 1 сағат өтті, біздің қамырымыз кішкене қатты. Енді шығарып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен бұл жерде қамырды 12 бөлікке бөлдім. Бөліп пакетімізге қайтадан саламыз. Және де тоңазытқышқа қайтадан 1 сағатқа жібереміз. Сонда біздің қамырымыз 2 сағат тұрған болып есептелінеді. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осылай қатып шықты. Егерде қатты болып, жаюға қиындау болып жатса, кішкене ерігенін күту қажет болады. Осылай жұп-жұқа етіп жайып аламыз қамырымызды. Одан соң өзімізге керекті форманы алып, үстінен басамыз. Менде осындай кольцо. Егерде бұндай жоқ болса, кәдімгі пісіретін форманың астын алып, жасап шығамыз. Тесікшелер жасап, 180 градуста шамамен 5-6 минут пісіреміз. Міне дәл осылай пісіп шығады. Ал енді екінші қамырымызды да дәл солай жұқа етіп жайып, формамызды қоямыз. Және де пісіріп аламыз. Мендегі форманың диаметрі 22. Егерде духовкаңыз қатты қызатын болса, 3-4 минут шамасында пісіріп аласыз. Дәл осылай барлық қамырымызды пісіріп аламыз. Міндетті түрде тесікшелер жасауды ұмытпаңыз. Енді арасына салатын клубникамызды дайындаймыз. Клубникаға кішкене су құйып, қант салып, орта отта қайнағанша күтеміз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Қайнағаннан соң тағы да 2 минут шамасында ең төменгі отта араластырып, қайнатып аламыз. Ал енді үстінен кукурузный крахмалды саламыз. Дәл осылай 1 минут араластырып тұрамыз ең төменгі отта. Одан соң клубникамызды аламыз. Ал енді блендердің көмегімен езіп аламыз. Бұны негізі салу міндетті емес. Бұл өзіңіздің қалауыңызға қарай кез келген жеміс-жидекті дәл осылай езіп, жасап, арасына салсаңыз болады. Ал енді кремді дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май қажет болады. Оны миксердің көмегімен жақсылап ағарғанша араластырып алатын боламыз. Ең төменгі жылдамдықтан бастап, ең жоғарғы жылдамдығына дейін жеткізіп, кем дегенде 5 минут дәл осылай миксерлейтін боламыз. Міне дәл осылай ағарып шығуы қажет. Енді үстінен қантты саламыз. Негізі мүмкіндігінше сахарный пудра қолданған дұрыс. Одан соң творожный сырды салып, миксердің ортаңғы жылдамдығымен қантымыз толықтай ерігенше осылай араластырып аламыз. Міне дәл осындай бізде әдемі масса шығуы қажет. Сонымен біздің креміміз дайын. Ал енді біз тортымызды жинауға кірісетін боламыз. Мен осылай кольцоға салып жинайтын боламын. Міне біздің корждарымыз осындай әдемі болып пісіп шыққан. Барлығы 12 корж. Жанындағыларын бетіне сепкенге алып қалатын боламыз. Ең алдымен
осылай астына бірінші коржды салып, үстінен кремді жағып шығамыз. Дәл осылай 3 коржымызды салып аламыз. Үшінші корждан кейін үстінен клубникамызды осылай салып шығамыз. Клубниканы құйып шыққаннан кейін бетін коржбен жабамыз. Дәл солай қайтадан кремді жағып, коржды қойып, клубникамызды жағып шығатын боламыз. Сонымен қайтадан коржды қоямыз. Ең бетіне кремді көбіректеу алып қалып, осылай жағып, тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа салып аламыз. Ал мынау біздің бағанағы жанынан қаған корждарымыз өте оңай езіледі. Осылай қолыңызбен езіп алсаңыз да болады. Міне 2 сағат өтіп шықты. Енді кольцомыздан шешіп, жанына осылай крошкаларын жабыстырып шығамыз. Одан соң асқа бере берсеңіз болады, немесе 1 күннен кейін берсеңіз болады. Негізі 1 күннен кейін беретін болсаңыз өте әдемі болып, кремі сіңіп, дәмді болады. Мен 1 күннен кейін осылай кесіп берген болатынмын. Сонымен бізде осындай өте керемет, дәмді, әдемі Наполеон тортымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз. Өте керемет, дәмді болып шығады.